Саламатсыңдар ма менің зейінді оқушыларым? 2-ші тоқсанның басталуымен құттықтаймын. Үздік оқушы болуларыңа тілектеспін. Балалар, бүгін қазақ тілі пәнінен 3-ші сынып, яғни 2-ші бөлім бастаймыз. 65-ші сабақ. Өнер туралы не білемін? Сөз таптары. Бірінші тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Өнер. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалық. Мәтін не туралы? Өнер түрлері туралы. Және өнер мен оның мақсаты туралы. Өнердің мақсатын сен қалай түсінесің? Сұрағы бойынша бір-біріңмен ой бөліс. Оқушылар, өнер деген адам бойына берілетін ерекше бір қасиет. Әркім қабілетіне қарай өнерді өзі таңдайды. Келесі 2-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы. Сөздер сөз таптарына қалай топтастырылған ойлап көр. Сені жан жағынан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздер не дейміз? Оқушылар бұндай сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер не деп аталады? Қимыл, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге ие, яғни түрі, түсі, сапасы, санына қарай. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Қарамен жазылған сөздер арқылы мәтіннің мәнін түсінуге бола ма? Әрине. Бұлар, яғни заттардың атын білдіретін зат есім, қимыл іс-әрекетіне қарай етістік екенін, оның әр алуан белгілеріне қарай сын есім екенін ажыратып білеміз. 3-ші тапсырма, мақалды жатқа көркем жаз. Келесі тапсырма, әр сөз табы туралы білетініңді айт. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім заттың атын білдіріп, кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Етістік не істеді, қайтты, не істемек деп қимыл іс-әрекетті білдіреді. Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын білдіреді. Бұл қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Келесі тапсырма, кестені пайдаланып, сөздерді дұрыс сөз таптарына талда. Өнер, көркем, эстетикалық, игеру, сомдайды. Өнер, бұл зат есім. Не деген сұраққа жауап беріп тұр? Көркем, эстетикалық, қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болып тұр. Және игеру, сомдайды, не істеді деген сұраққа жауап беріп, бұл жерде етістіктің қызметін атқарып тұр. Құрметті оқушылар, назар салып тыңдағандарың үшін рахмет.